Үшінші тарау. Қызыл топырақты биіктеу жырқабақта сары бұғы тұр. Аяғының астында бірін-бірі ұрып, бірінің үстіне бірі өрмелеп келе жатқан сан жетпес айдаһарлардай сұрғылт асау толқындар тулап, сеңселе ырғалып алып өзен ақ етіліп жатыр. Өзен жағасынан сонау күнбатысқа дейін белуардан келетіп, қалың шалғынды көз жетпес жазық дала. Аспан айнадай ашық, көкпеңбек. Көкжиекті бұлдырап жүгірген сағым да көкпеңбек. Бүгін күн ыстық. Теріскейден соққан аңызақ жел өзен бетіне көтерілген буымен тоғысып сәл дымқыл тартқан. Сарыбұғы тұрған жарқабақта сірә қарлығаштардың ұялары көп болу керек. Олар топ-топ болып біресе бірін-бірі қуып, біресе су үстіне қарай құлап, тыным таппай ұшып жүр. Сары бұғы қозғалар емес, тек анда-санда аяғын астындағы өзенге қарап қояды. Ал өзен бітпес өмір тәрізді ұшы-қиыры жоқ. Сол баяғы қалпында асау толқындарын ырғалта тулатып, тынбай ағып жатыр. Сары бүгін қуанышты еді. Қалай қуанышты болмасын, осыдан бір апта бұрын ақ киізге көтерілген алтын орда ханы Берке сары бұғын өз сарайына шақырған. Әдейі келген төлеңгіт бұны оңаша шығарып алып, хан ием ағамыз Бату ашу үстінде алтын ордаға аса көп еңбегі сіңген қара бұғы батырды өлтірткен еді. Ең болмаса есіл ердің аруағы риза болсын, артында қалған жалғыз інісі сары бұғының жұрт қатарына кіргізейік кессін деді. Хан сөзіне қарағанда саған жеке аймақ беріп, ең кем дегенде 1000 басы дәрежесіне көтеретін құлқы бар деген. Жұқа ерні езуіне дейін созылып, қысық көзі тіпті жоғап, сары бұғы қуанышсыз қорқау қасқыр тәрізді құр дыбысын ғана шығарып сақ-сақ күлді. Бату өлтіріпті дейді қара бұғыны. Әлде мені қатты секілді ұмытшақ деме осы жұрт. Жоқ, бәрі есімде. Мұсылман діні бойынша мұндай адам дозаққа жануы керек деп, аңғал батырдың жұмсақ жеріне көк шыбықпен 1000 мәртебе дүре соқсын деген осы Берке хан емес пе? Дозақтың 1000 дүрені жеңіл көргені ме? Жаны ашыса, солай ашитын ба еді? Жоқ, мен ештеңе де ұмытқам жоқ. Марқұм Сырта ханның да ағамыз қара бұғыға жеркене қарағанын да ұмытқам жоқ. Сол ғой өз кезегімді 10 жыл шыдап күткенім. Сосын қайдағы қара бұғымның алтын ордаға еткен еңбегі өткізіп қойғаны. Отырарды алғандағы Херман Кибені шапқандағы оның ерлігі кімнің есінде бар? Есінде ұстайтын оны хан ұрпақтары ма? Хан ұрпақтары ұмытшақ. Тек олар жақсылығынды емес, жаманшылығынды ұмытпайды. Жоқ, әр нәрсенің өз қызығы өз кезінде. Берке хан мені ордасына шақыртса, ағамыз қара бұғын алтын ордаға сіңірген қызметі үшін емес, өз еңбегім үшін. Төлеңгітке ол тек көз қылып айтып отыр, ал менің еңбегім. Иә, Берке хан ұмытпаса керекті. Сөз жоқ, 6 ай жүрсең шетіне шыға алмайтын алтын орданы өзіне алғанда маған бар аумағы 6 күндік бір аймақты бермей несі бар? Сөз жоқ, береді менен қорыққанынан береді, айтып қояды деп қорқады. Сары бұғы енді өз сөзінен өзі қорқып кетті. Күлкісін тыя қойды. Жаңа ғана мәз болып лепіріп тұрған көңіл су сепкендей басылды. Япырмай, расымен хан менен қорқар болса? Сары бұғы ойын аяғына шығып та үлгерген жоқ. Кенет ақырын жер қозғалғандай алыстан жеткен бір дүбірді естіді. Құлаған тосын беді дүбір күшейе түсті. Аздан кейін ауыл болып бар құлақтарын қағып жатқандай қалың тарсыл дүрсілге айналды. Бұл не бәле дегендей сары бұғы кенет зәре-құты қашып теріскей жаққа қарады. Өзен бір қойнауының өзіне қарай құйытып келе жатқан жер қайысқан жылқыны көрді. Ол енді сасқалақтап өзеннің күнгей жағында жайылып, екі ұл баласы мен әйелі тынығып жатқан ойпатқа қарай жүгірді. Бірақ бұл жақтан да өздеріне қарай желе шоқытып келе жатқан қалың жылқыны тағы көрді. Ең алдында құлын боп жерге түскелі құрық көрмеген болат тұяғымен қасқыр алатын Беркенің тайлақтай қара шұбыр айғыры. Өлердей боп қорыққан сары бұғы қатын баласы есіне шығып кейін қарай жүгірді. Бірақ бұл жақтан да жерді дүбірлете дүңкілдете тай құлыны ойнақтаған секірген айғыры азынаған кісінеген шаңның күн тұтылған қалың жылқы келіп қалған екен. Қашып құтыла алмайтынын білген сары бұғы енді екі бетін қолымен басып тізерлей отыра кетті. Тек Беркенің жал құйрығы төгілген кеудесі есіктей қара айғыры тізесімен қағып ұшырып жібергенде бәсе деді ол ішінен. Хан қорықса, сары бұғы сөзінің аяғын айтып үлгерген жоқ. 1000 сан жылқы үстіне жерді дүбірлетіп солқылдатып келіп қалды.
жаралғалы құр көрмеген еділ бойына ең жайлап тағы болып кеткен беркенің 50 қос жылқысы біріне бірі қарсы келіп бір бүйірге қарай созылған арнаға барып қосыла аққан екі өзен тәрізді күнгей мен теріскейден айдалып кеп дәл Сарыбұға құлаған жерде түйісіп бірімен бірі кеуделері қағыса тістесе тебісе аздан кейін қатарласа батысқа қарай жүйткіді. Қалың жылқы ұзақ ойысты. Тек күн бата ғана екі жақтан жылқы айдаған жылқышылар бірін-бірі көрді. Аттарынан түсіп құшақтасып амандасты. Арындап барып қалың жылқыда бірте-бірте ет құзырлары басылып, еділ өзен көкжиегіне дейін жазылған бүкіл күнбатыс жағын алып енді жайылуға кірісті. 30 мың жылқы өткен өзен жағасының топырағы шаң болып көкке ұшып бір түйір шөп қалмады. Ал осыншама ұшы-қиыры жоқ жылқы таптаған Сарыбұғының да оның қатын-баласының да денелері жермен-жексен боп быт-шыты шығып, әр асаудың тұяғын астында етті. Дүние шіркін қандай бұзық едің. Күнәкар болса Сарыбұға күнәкар еді ғой. Оның қой аузынан шөп алмайтын момын қатын мен ана сүт ауыздарынан әлі кетіп үлгермеген балаларының қандай жазығы бар еді. Я, ол бір жазықты жазықсызды талғамаған жылан бауырлы сұрқия сұм заман еді ғой. Ал сол жылқыларды айдап келе жатып, анадай жарқабақта тұрған жалғыз кісіні көрген қырағы қос басы сәлімгерей артынан жылқы өткен жерден жалғыз-ақ кішкентай ғана алмас қанжарды тауып алған. Қорасанның асыл болаты ат тұяғы да бұған ештеңе істей алмаған екен. Сонда ғана ол Берке ханның бұрынды-соңды жылқысы жайылмаған еділ жағасының осы тұсынан неге сол күні 30 қос жылқысын бірдей айдатқанын түсінген. Ақ алмас беренді қолында ұстап тұрып, сірә сенен қауіптенеді ме екен? Хан Берке неге енді жылқыға таптатты деген әлде бөтен себебі болды ма? Ол сәл тұрып тағы да хан дегенмен сенің иенің түбіне жете білдің. Және адамның ойына келмейтін айламен. Ханда 40 кісінің қулығы бар деген осы болар, деп ойлаған. Соңынан сәлімгерей хандарға лайық асыл берен екен. Жылқыларыңыз өткен жерден тауып алдым, деп жеңіл қанжарды Беркеге тартқаны үшін алғысын айтқан. Хан өзі алғысын айтып берген алмас қанжарын таныған. Сарыбұғым да бұл дүниеде жоқ екенін білген. Және қосбасы сәлімгерейдің бұны неге беріп тұрғанын түсінген. Оған осындай қымбат берен тапқан үшін алғысын айтқан. Тек қана алғысын айтып қоймаған. Бір апта өткеннен кейін сәлімгерейді жүзбасы еткен. Берке хан болып сайланысымен-ақ ағасы Батудың ордасы тұрған Сарай Бату шаһарына көшкен. Үй іші өзінің бұрынғы аймақ орталығында қалған. Көп кешікпей Сарыбұғымнан 8-9 фырсахтай тұратын еділ өзенінің сол жағасындағы Ақтөбе деген жерге сала бастаған жаңа қаласын бітіруге кірісті. Берке өлгеннен кейін бұл шаһар Сарай Берке аталып, соңынан Өзбек хан Алтын Орданың астанасын осы Сарай Беркеге көшірді. Және оны Сарай әз-Жадид, жаңа сарай деп атады. Ал Беркенің өзі жаңа қала салдырғанмен орда кіндігін Сарай Батуда қалдырды. Бұл кезде Алтын Орда әйгілі мемлекеттің біріне айналған. Берке Алтын Орда ханның атына сәйкес өзінің сарай шаһарын сәнді салтанатты етуге тырысты. Стамбул үлгісіне еліктеп жаңа шаһарға алтын күмбезді жаңа мешіт тұрғыздыра бастады. Хан жаңа қала тұрғызумен ғана қойған жоқ, сырт мемлекеттермен, әсіресе Мысыр, Бағдат, Шығыс Еуропа елдерімен сауда-саттық істерінде орда көлеміндегі өнеркәсіп, алтын, күміс, қол өнерін өркендетуді қолына алды. Бұл тұста Алтын Орда құрамына теріскей шығысынан Болғар өлкесі қосылатын. Теріскейінде орыс князьдерінің жерлерімен шектесетін, ал күнгейінде бір жағында теңіз жағасындағы қалалармен, Қырым жатса екінші жағынан кейінде Бакуге дейін, ал негізінде Дербентке дейінгі теріскей Кавказ кіретін. Сондай-ақ Үргеніш қаласынан бастап бүкіл теріскей Хорезм Алтын Ордаға бағынатын. Батысы Днестр өзенінің ар жағындағы далаға созылып, теріскей шығысы Башқұрт, Мордау жерлерін құшақтай, батыс Сібір мен Сырдария өзенінің орта тұсына дейін созылып төменгі шенімен бітетін. Алтын Орда болғалы соғыс, ұрыс, жанжал бітпеген. Күнгейінде Иранмен, күнгей шығысында Мауреннахрмен шектесетін. Теріскей шығысында Көк Орда, ал Құбыла батысында Алып Русь жері жататын. Осындай ұлы мемлекеттің ханы Берке болды. Бұл да жалпы бақ құмар, қаттыгез қаныпезер жан еді. Ерліктен де ізгіліктен де құр қол емес, әрине. Тек бұның ерлігі де ізгілігі де қан майдандардағыдай ашық көрінуден гөрі көбіне хан тағының төңірегіндегі талас тартыс істерінде байқалатын. Бұның Батудан бір айырмашылығы, біреуге істейтін жамандығын өзі істемей,
өзі бұйырмай басқа біреу арқылы өзі көрінбей қалатын жолмен бітіруді жақсы көретін. Сондықтан да доңыз, яғни 1251 жылы төленің үлкен баласы мөңке Қарақорымдағы ұлы таққа отырып үгедей мен жағатай ұрпақтарынан жошы мен төлен балалары үстемдік алғанда мөңкеге ақыл беріп, сол жылы ханды құттықтай келген қарсы жақтың жағатайдың үлкен баласы атақты бөріден бастап бір түнде 77 әмір бекзаларын бауыздатқан қанды оқиғаға да осы Берке қатысқан. Тек бұл бату мөңкедей ашық көрінбеген. Демек сыбырлағанды құдай естімей ме дегендей Беркен қанды қол екенін артынан тірі қалған үгедей мен жағатай ұрпақтары білген. Әрине Шыңғыстың бұл екі саласын үрім-бұтағын Берке мүлдем жойып жіберер еді. Бату араша түсіп, өзімен бірге шығыс шаруа аттанысында болған Жағатайдың ортаншы ұлы Майдардан туған жас Алғұй мен сол қастарға 18 жасты қатынасқан Үлгедейдің баласы Хашшыдан туған Қайдуды алып қалған. Берке әсіресе Алғұйды өткізгісі келген. Алып түсетін өткір кездікте ылшылдаған жас жігіттен өзіне істеген жамандығы болмаса да сескенген, бірақ Батудан аса алмаған. Сол құрылтайда ұлы хан тағына отырғандағы аяғы сөзін мөңке осы біткен өтінішімен мұсылман аятымен бастаған. Соңынан мөңке христиан шіркеуіне де кіріп шоқынып шыққан бір мәжілісте, егер бөтен діндер адам 5 саусағы болса, Будда діні оның алақаны деген. Барлық дінге бірдей қарап, тек ата-бабасы ұстаған шаман ғұрып дәстүрінен таймаған мөңке хан тағына отырғандағы алғашқы сөзін мұсылман аятынан бастағаны Беркеден іштей сескенетінінің белгісі еді. Берке Хорезм, Қыпшақ далаларын жаулап алуға да, орысыз жерін шығыс Еуропа мемлекеттерінен шыққан аттаныстарда өзін жаман көрсеткен жоқ. Қосындардың үнемі ең алдында болғанымен артында қалып қорқақтық еткен жоқ. Қолбасшы ретте ноғайдай атаққа ілікпегенмен өзіне тапсырылған түменді дұрыс басқарды. Міне сөйткен Берке 50-ге таянғанда Алтын Орда тағына отырды. Жұмысын қалай алып жүрмек, неден бастамақ, жаңа қала салуды тездеп бастады. Астанасына алтын, күміс зергерлерін жинап өнеркәсіп ісін көркейтпек, сауда-саттықты да жөнге қоймақ. Жақында Алтын Орда қарамағына жататын Бұлғар шаһарында ең алғашқы алтын теңге де шығармақ. Алтын ақша Алтын Орданың мемлекет екенінің белгісі. Әрине, ол ақшаның бір жағында Бұлғар қаласының есімі жазылса, екінші жағынан өзі бас иген Бағдат халифа ән-Насырдың аты тұрмақ. Бұның бәрі дұрыс, бірақ тегі таққа отыру барда оған дұрыс отыру бар ғой. Істеген ісін әрине тақта дұрыс отыра алсам көзге түседі. Ал алтын таққа отыру аждаһаның үстіне отырумен бірдей. Ебін тауып мықты отыра алмасаң, үстінен оп-оңай лақтырып тастап жұтып қояды. Оның үстіне Алтын Орда тағы деген. Ол жай ғана айдаһар емес, 7 басты айдаһар. Bir басы әлің жетсе, өзге бастары аузын арандай ашып, қашан жұтамын деп аңдып тұрады. Расында да, Алтын Орда 7 басты айдаһар. Bir басы Қыпшақ елі болса, өзге бастары Хорезм, Бұлғар, Кавказ, Хорасан, Қырым, Батыс Ібір-Сібір. Рас, кейбір Хорасан, Хорезм мойындарын үгедей мен жағатай ұрпақтарына қарай созғысы келе ме қалай? Ал Кавказдағы Әзірбайжан, Армения, Грузияны құлағу өзіне қарай қаратып әкеткен. Жоқ, Шыңғыс хан әкесіне берген Бату ағасы жаулап алған қанша қорқынышты болғанмен Алтын Орда атты бұл 7 басты айдаһардың үстінен қасиеті түспеуі керек. Бөтен жаққа бұрылған мойын болса, буындырып өз жағына қайта бұру жөн. Ал бұларға қарай созылған қол болса, табанда кесіп тастау керек. Сол дұрыс. Бірақ бұлар оңай кестіре ме? Қазір Берке бұрынғы өзінің ұлысына ғана деген кішкентай мешіттің күнгей жағында салынып жатқан ғажайып үлкен мешіттің құрылысының жанында тұр. Мешіт құрылысы жерден жоғары көтеріліп қалған. Бұны салып жатқан әйгілі ромдық шебер Қоломон. Бұл Шыңғыс нояндары Киликиялық армяндарды шапқан жылдары Киликиядар армяндарға шіркеу салып жатқан жерінен қолға түскен. Бұның асқан шебер екенін естіп Берке сұрап алған. Бірақ Қоломон, мен христианмын, өлтірсем де мұсылмандарға мешіт салмаймын деп Беркен айтқанына көнбей қойған. Бүгін бұған ызаланған Берке қол-аяғына кісен кигізіп шеберді тасқа шауға жіберген. Ақырында хан болғаннан кейін Берке бір күні оны өзіне шақыртып алдырған. Егер маған бір тамаша мешіт орнатып берсең, мен сені мүлдем босатам, еліне қайтуға рұқсат етсем, деген.
Ұста, рас па? Деп сұраған. Рас деген Берке. Хан сөзі екі болмайды. Бостандық сүйгіш, ел жұртын әбден сағынған Құлыман жарайды деген дімді қанша сүйсем де бостандығымды одан артық көрем. Міне мынау төменде оң жағында жалпақ тастың үстінде тұрған бір аяғы мен бір қолына жалғастыра шынжырлы кісен кигіздіріп көйлексіз қара қошқыл боп киген қырыққа таяп қалған бұлшық денелі қыр мұрын қаба сақалды көзді көгілдір кісі сол Құлыман. Ол алдындағы үлкен қара тақтайдағы сызықтарға қарап жанындағы өзі тәрізді есірей жігітке бірдемелерді көрсетіп тұр. Берке әлі орнынан қозғалған жоқ. Бұл тұрған төбе мешіт салынып жатқан тұстан әжептәуір биік. Хан қозғалмаған соң оны қоршаған уәзір нөкерлері де қозғалар емес. Қазір бұлар да ойға беріліп кеткендей төмендегі қыбырлаған жұртқа қарап үн-түнсіз мелшие қалған. Демек хандығымды мешіт салу тәрізді жасылықтан бастағаным дұрыс болды. Халық мұндай істі ұнатады, деді ішінен Берке. Ол Сарыбұғын өлімін ұмытып та кеткен. Әрине алтын орданы мешіт тұрғызумен не ұсақ-түйек Сарыбұғы секілділерді өлтірумен ұстап тұра алмайсың. Бұл бір алып жер, бүкіл Шыңғыс иелігінің үштен бірі. Берке сырын айтпайтын адам, қайғырса да қуанса да бітеу жара боп жүре береді. Алтын орда қамын ойлаған сәтте сырын ішіне түйіп түнере түседі. Ал ол ойсыз да мақсатсыз да емес еді. Шыңғыс хан дүниежүзілік патшалық құрам дегенде бір нәрсені қатты ойлаған. Моңғолдың ұлы хандығы тек Шыңғыс ұрпақтарының ғана үлесі болуға тиісті. Осылай ұрпақтық тәртіппен құрылған иелік бір адамға, тірісінде Шыңғыс ханға, ол өлгеннен кейін орнына құрылтай сайлаған ұлы ханға бағынады. Ал ұлыстар, аймақ хандары жаулап алған ел жұрттарынан алым-салық арқылы түсетін қазына қаражатты теп-тегіс Қарақорымдағы ұлы ханға жібереді. Тек ұлы хан ғана содан кейін бұл қазына қаражатты өзінің қарауымен ұлыс-ұлысқа бөледі. Не құрылтай шешімі бойынша бөтен елді шабуға, соғыс ашуға, тағы сондай әйгілі істерге шығарады. Солай бүкіл патшалық бір адамның қолында қалады. Ал ол адам қандай адам болады? Бәрі бірдей Шыңғыс ханға тең түсе ала ма? Міне, бұл бүкіл Шыңғыс хан ұрпағының қайғысы. Ал ұлы ханнан кейін Қарақорымдағы таққа отырған үгедей әкесінің қасқырдай бөліктеріндей Бату, Бөрі, Күйе, Құбылай, Құлағу, Байдар, Мөңке, Қайду, Ноғай тәрізді қанды ауыз ұлдарын алыстағы жорықтарға аттандырып бұрынғы жаулап алған жерлеріне жер қосты, елдеріне ел қосты. Шыңғыс патшалығы енді көшпенділердің ең зор мемлекетіне айналды. Сосын үгедейден кейін ұлы қаған күйік болды. Бұның кезінде Азияның өз ішіндегі ұрыс таласы болмаса, жаңадан бәленде үлес қосылған жоқ. Тек Шыңғыс ханның өзіне бағынғысы келмеген баласы Жошыдан басталған алауыздық күшейе түсті. Шағатай мен үгедей ұрпақтары үстемдік алды. Бұл алауыздықтың қайда барып тынарын ешкім білмеді. Күйік 2-ақ жыл хандық құрып дүние салды. Ұлы хандық енді Мөңкеге тиді. Шынын айтсақ, бүкіл Шығыс патшалығы Моңғол ұлы ханы Мөңке мен Алтын Орда ханы Батудың билігінде қалды. Демек қазіргі Моңғол ұлы хандығы бұрынғы ұлы хандық емес. Мөңке қанша мықты болғанымен, әрине Шыңғыс хан да үгедей де емес. Төленің өзге қос бүрісі солтүстік Қытайға кірген Құбылай мен Иранды жаулап алған. Құлағу бүгін болмаса ертең өздерін хан етіп Қарақорымға бағынбай шыға келуі сөзсіз. Бұның аты Шыңғыс хан ел кеткен жердің бөлшектене басталуы. Ал осындай жағдайда Қарақорымға тек ең үлкен хандық Алтын Орда бағынып отыра ала ма? Тек Алтын Орданың бағынышты елден жинаған қазына қаражаты ғана Қарақорымның тірегі болып қалуы керек пе? Онда Алтын Орданы өзің қалай күшейтесің? Өсе алмаған жылан айдаһар бола алмайды. Күшейе алмаған алтын тақ айбарлы ордаға айнала алмайды. Бір күні болмаса бір күні күйреп көрінген қолында кетеді. Тас түскен жеріне ауыр. Сондықтан да Берке Алтын Орданы күшейту қамын көп ойлады. Демек Ескендір Зұлқарнайын, Этилы, Шыңғыс хан соңғы кездегі ақсақ темірді алсақ та әлемді аяғын астына салам деген қандай шапқыншыл жаһангер қолбасшы болмасын. Ең алдымен олар соңынан ерген әскерін, серіктерін, тілектестерін тас түйіндей мықты етіп ұйымдастыра білген. Солардың күшіне сүйене отырып өзіне қарсыларды жойған. Сөйтіп мемлекеттің халқын тырп ете алмайтын етіп өздеріне бағындыра алған. Содан кейін ғана бөтен елдерді жаулауға кіріскен. Ал бұл елдердің жеңілулері тек Шыңғыс хан Батудың көрегендігінен,
ақылдылығынан емес еді. Әрине олардың жеке бастарының қасиеттерін де ескермей болмайды. Өйткені олар соңдарынан ерген әскерлерін, жұрттарын ұйымдастыра білген. Ал ұйымдасқан 1000 адам ұйымдаспаған 3000 адамды жеңе алатыны белгілі. Демек олардың шығыстан тұрған дауыл тәрізді уақытша жеңіске жетуі, сонау жерорта теңізіне дейін баруының басты себебі бұлар жаулаған мемлекеттердің мұндай соғысқа дайын еместігінен еді. Ал соңынан бұл мемлекеттер, әсіресе ұрысып мемлекеті, күштерін жинап мықтап дайындалып, жер суын қорғау үшін майданға бірігіп шығып еді. Алтын Орданың қандай күйге жеткені белгілі. Алтын Орда уақытша болса да жеңіске жетіп, аузан жалына атып тұрған кезде оған қарсы шыққан халық ұлдарының қанша ер жүрек, ақылды болғанменен оны төңкеріп тастау қолдарынан келмеген. Оған себеп Алтын Орда билеушілері тек қана қарулы күшіне ғана сенбеген. Қарамағындағы ел-жұртты да өзінің дегеніне көндіріп, қатыгез тәсілінің қақпанына түсіріп алған. Бірақ сол өздеріндей ер жүрек кісілерден, әсіресе жастардан жасақ, аламан құрып, орда билеушілерінен кек алуға қарсы шыққан әлгі ел-жұрт ұлдарының ереуілдері олардың намыс жігерін оятқан. Алтын Орда тәрізді арыстандай ақырған күшке де қарсы тұруға болады екен-ау деген үміт желі есей берді. Халықтың бұлай оянуы әрине Алтын Орда билеушілерін селк еткізбей қойған жоқ. Олар бұрынғысыдан да бетер қатыгездіктің неше алуан түрін қолданып баққан. Жұрт сәл басын көтерсе, хан жоса етіп аямай қырып отырды. Бірақ кімнің кім екенін түсініп қалған халық бір жерде болмаса, бір жерде тағы да бас көтерген. Алтын Орда билеушілері тағы да сойылдар мен шоқпаларын ала жүгірген. Бергенде хан тағынан үстем зорлықшыл таптың шыңғыс ұрпақтарының ықпалынан күшейе түсуін арман етті. Қала, қархана салу, егін егу, сауда-саттық бәрі былайғы қара халыққа әкімдік жүргізетін билік иелерінің мүддесіне айналды. Бату тәрізді қарулы күшке, қамшыға сүйенді. Бұл да ұрысып елі тәрізді үлкен халықтың қолбасан адамдарын, князьдарын біріне бірі қарсы қойып өз үстемдігін жүргізді. Халыққа қатыгез болды. Тек Батудың айырмасы бұл өнеркәсіпке, сауда-саттыққа көбірек көңіл бөлді. Сондай-ақ Алтын Орда ханы Орұсут өлкесін өзіне тікелей қарайтын ел-жұрттан жеке бөліп алды. Өйткені Берке Алтын Орда ханы бұл өлкені сонау өздері қан жоса етіп шапқан. Осыдан 35 жыл ғана бұрын өткен кезіндегісіндей көреді. Орұсут князьдерінің басын біріктірмей, біріне бірін айдап салатын Алтын Орданың ескі әдісін қолданып, алым-салығын төлетіп, ал бас көтерер бір қаласы болса, күлін көкке ұшыра өртеп, сырттай бақылап отыруды ұйғарды. Осылай Берке хан бар қаһарлығын тікелей Алтын Орда қарамағына кіретін елдерге тікті. Оның үстіне Берке қайтсем бағынышты елдерден жинаған қазына қаражатымды Қарақорымға бермеймін деп күн-түстен ойлана бастаған. Бұнысы әрине Моңғолдың ұлы хандығының қол астынан шығу деген ұғым еді. Сонда ғана Алтын Орда күшті хандық болады. Мүмкін қандай адам екенін есіне ұстаған Берке Қарақорымнан ондай ат құйрығын мүлдем кесуден әзірге аулақ еді. Ал қазір Бергеге кенет бірдеме ұнамағандай болды. Оның жұқа сарқыт беті қанын сыртқа теуіп қызара қалды. Бұл ханның ашуланғанының белгісі еді. Шақыр ана қолымен құлды, деді ол бір нөкеріне. Нөкер қару-жарағын салдырлата төбеден төмен қарай жүгірді. Хан қанша сабырсызданса да қолымен кісенді шынжырын шылдырлата аспай-саспай хан тұрған төбенің жаққабақ болып бітетін күнгей жағына кеп тоқтады. Берке хан, деді ол басын иіп. Қолымен еш уақытта Беркеге хан ем, не тақсыр хан деп сөйлемейді. Бұл үшін ол ерте кезде талай таяқ жеген, оны зынданға да тастаған, бірақ қайсар шебер әдетін өзгертпеген. Бұл жолы да сол әдетіне салды. Берке хан, деді ол қайтадан, ол аяғымдағы кісен ауыр, сіздің жаныңызға өрмелеп шығып, алдыңызға жығылғанша көп уақыт өтетін түрім бар. Сондықтан жар бетіне келіп тұрмын. Менің бұл тұрысымнан мені аяғыңыздың астында да деп біліңіз. Енді бұйрығыңызды айта беріңіз. Берке Қолымының осылай сөйлейтінін білетін. Осындай тіл үшін бұрын да бұны талай рет өлтірмекші де болған. Бірақ Қолымын өзімді өзім өлтіруге қиянат санаймын. Ал сіз өлтірем десеңіз, тек рахметімді айтамын. Мынадай қорлық өмірден өлім көп артық деп тілін тартпаған. Осы мінезін білетін Берке бұл жолын өлтірем деп қаһар төккен жоқ. Тек іштегі ызасын жасыра. Мен саған мешіттің төменгі жағын тастан қала дегенім қайда? Деді ол сыздана. Сен қыштан қалап жатырсың. Ұзақ жылға жарамай құлап қалса қайтесің? Қолым оның көзінде бір кекесін от жарқ етті.
Құдай бар емес пе? Бәрі Құдайдың қолында. Өзіне арналып салған мешітті неге құлатсын? Хан бұрынғысынан бетер салмақтана сөйледі. Бұл ханның тіпті ашуланып қалғанын белгісі еді. Алла тағалам сақтанғанды сақтаймын деген. Алтын Орда ханы салдырған мешіт мәңгі бақи тұруы керек. Жоқ, мешіт хандықтан ұзақ тұрмайды, оны дұрыс салғандықтан ұзақ тұрады. Ал Ақтөбенің ганчасын қосып күйдірген кірпіш тастан да берік. Және тасты жердің астынан алу керек. Бұл кісенді құлдарға өте қиын. Сонда мен бұйрығымды орындаған келмегенің бе? Ақылды бұйрықты ақымақ адам орындайды, ал ақымақ бұйрықты ақылды адам орындамайды. Сонда сен өзіңді мен ақылдымын деп тұрсың ба? Деді кенет ашуын ұстай алмай қалған Берке. Ол өзінің әдеттегі ұстанымдылығын ұмытып кетті. Кенет қалш-қалш етіп екі езуінен көбік атып, жер тепкілеп, аузына не келсе соны айтты. Егер Құлымон дәл қасында тұрса, ол қылышпен бір-ақ тартып жіберер еді. Әттең ол ханнан алыс. Жарқабақтың есегде тұрып аман қалды. Үнемі өзін күшпен ұстап жүретін Берке ашудан жарылып кете жаздап, мұндайда не айтып не қойғанын білмей қалатын. Нөкерлері Берке мұндай қояншық мінезін жақсы білетін. Ол бұл мезеттерінде бүкіл адам баласын қырамын, жоямын деп кәріне мінетін. Әрине қолынан келсе қырып жойып жіберуден тайынбайтынына нөкерлері шек келтірмейтін. Тек хандардың мұндай жағдайында олар жоқ жерден қанжардың ұшына, қылыштың жүзіне дәл келіп қалмас үшін Беркеден алысырақ тұруға тырысатын. Берке әрі-беріден кейін өзі басылатын. Бұл жолы да сөйтті. Коломон күлді. Неге күлесің? Деді жаны мүлдем басылмаған Берке ентіге. Сіздің мына Жарқабақтан мені балағаттаған сөзіңізді естіп тұрмын. Біздің елдің бір қызық әңгімесі есіме түсті. Естігіңіз келсе айтайын. Айтпа деуге Беркеде еш ұлаш қалмады. Қоршаған уәзір нөкерлері бәрі бұған қарап тұр. Айт, деді Берке. Коломон тағы да күлді. Бір ешкі биік жарын басына шығып алып, есекте тұрған қасқырды жаман балағаттапты. Сен ақымақсың, ата-бабаңнан бастап бәрің хайуансыңдар, депті. Ешкі аузына келген сөйлеп бір шаршаған кезінде қасқыр, сен ғой менің мына жар басына шыға алмайтынымды білген соң балағаттап тұрсың ғой, әйтпесе жұмған аузыңды ашпас едің, депті. Жаңа сіздің мына Жарқабақтың үстінде тұрып алып маған айтқан сөзіңізді естігенде әлгі ешкі есіме түсті. Әттең сіз Алтын Орда тағында отырсыз, әйтпесе. Ызадан жарылып кете жаздаған Берке жанында тұрған бір нөкеріне қазір төмен түссе мынаның басын, бірақ оны сауық бөліп жіберді. Сабыр етіңіз тақсыр, деді ол байсалды үнмен. Сізге мына құлдың басынан гөрі мәртебелі үрім-бұтағыңызға аттағыңызды қалдыратын салтанатты сырлы мешіт керек емес пе? Және сол мешітті күтіп отырған өзіңізді құрметтейтін мұсылман қауымының тілегі үшін бір ашуыңыздан қайтыңыз. Хан су сепкендей басылды. Болды, деді. Сөйтті де әлгі нөкеріне Коломонға естірді. Хан деген істемеген үшін мынаған көк шыбықпен майлы жеріне 100 дүре соғылсын. Оны естіп тұрған шебер, жарайды, деді ол. Бірінші көріп тұрған дүрем емес қой, мұнан көбінен де сауға алғанбыз. Жалғыз-ақ маған мынаны айт, Берке хан. Егер ғажайып тамаша мешітті салып бітірсем, уәдеңде тұрасың ба? Берке Коломонға қарап мысқылдап күлді. Тұрамын. Бірақ ханның кекесін күлкісінен Коломон өзінің енді елін мәңгі көрмейтінін білді. Сөйтсе де ол ханға түсіндім, деді. Әттең дүние-ай, бұл мешіттің бейне шешімі менің жаңа ойым, жаңа табысым еді. Орындамасам арманда кетемін ғой. Өлерін біле тұра жаңа ойым, жаңа арманым деп мешітті бітіргісі келіп тұрған адамды Берке түсінбеді. Мен болсам бір сәрі осы мешіт арқылы мұсылман қауымын өзіме көбірек қаратқым келеді, және үрім-бұтағыма атым қалсын деймін. Ал бұл неге мақсаттанады? Ертең бітірген күні өзі біледі. Ешкім естімеген есімі өзімен бірге кетеді. Ол нөкерлеріне жа болды, әкетіңдер, деді. Әрине әлемнің тең жартысына үстемдігімді жүргізсем деген Алтын Орда ханы жаңа ой, көркем ой дегендерді арман еді, сол үшін неге өмір сүрудің керек екенін түсінбеді. Түсінер болса өзінің бар тілегі, бар мақсаты мұндай арманның жанында дымға тұрмайтынын ұғар еді. Ол Коломонын өлтірсең өлтіре бер, тек жаңа мешітті, жаңа ойымды орындауға мұрсат бер, дегенді айтпаса да, солай түсініп бұрынғысынан да жаман ашуланды. Хан енді Коломонды өзгелер үшін бейнеттенуге жаралған, дүниеден тек бейнетпен ғана өтетін адам деп білді. Мұндайда өлім әрине сыйлық, деді ол ішінен.
берке енді ұстаны тіпті өлтірмеймін, тілегені бейнет болса сол бейнетін сыйлаймын, өмір бойы кілең ғажайып мешіт салып өтетін етемін деді. Хан әрине ғажайып мешіт салу хан жарлығынан не ұзақ өмір сүруден емес, адамның көңіл күйінің шаттануынан, не бір үлкен арманнан туатынын білген жоқ, білгісіз де келмеген. Ол аяқ-қолы кісенделген Коломон расында да осы мешіттің бейнесін миында, жүрегінде тудырған кезде өзін өте бақытты жан екенін сезініп еді. Адам баласының басына қонай бермейтін бақыт құсы бұның басына қонған. Сол бақыт құсының қуанышы бұның қапастағы бойына қанат берген. Осылай ғажайып мешіт бейнесі туған. Коломонның мұндай жағдайынан хабары жоқ. Берке оның өмірінен де жаңа ойын, жаңа тілерін жоғары қойғаны іштей болқан-толқан боп ашуланған. Дәл осы сәтте ханның алдына осы бір ай бұрын төлеңгіт жүзбасы еткен әнеугі қолбасшы Сәлімгерей келді. Хан ием, деді басын иіп, барақшын қатын 10 нөкер әйелмен күмбелден асып кетті. Мінгендері кілең жүйрік. Қайда бара жатыр екен ол? Әлі ашудан арыла алмаған Берке. Барақшын қатынның қайда бара жатқанын іші сезіп тұрса да бірден сөз таба алмай, бұл сұрақты әдейі берген тәрізді. Мүмкін серуенге шыққан шығар. Құмбелге дейін біз де солай ойладық. Одан асқаннан кейін сізге хабарлауға мәжбүр болдық. Беттер Иран құлағу хандығы тәрізді. Өздері қару жарақты, тоқтар емес. Барақшын жақында қайтыс болған Алтын Орда ханы жасөспірім Ұлақшы мен Сартақтың шешесі, Батудың жесірі еді. Өзі христиан дініндегі алшын татар қызы. Балалары Сартақ пен Ұлақшыны да сол дінде тәрбиелеген. Бұл жағынан да Алтын Орда тағына, талас жағынан да Беркеге қас. Сартақ өлгеннен кейін Мөңке өзінің әмірлерін сарайға жіберіп Ұлақшыны хан көтерткен. Ал 17-ге жетіп кәмелетке келгенше Барақшын қатынды ақылды, ерлігіне қарай Мөңке Алтын Орданың уақытша билеушісі еткізген. Бұдан кейін Берке мен екеуінің арасын өшпендік бұрынғысынан да дамай түскен. Арқа сүйеп отырған хан ұлы Ұлақшы бірақ күн ауырып, қан құсып о дүниеге сапар шегіп, орнынан Берке сайланғаннан кейін Барақшын Беркенің енді өзін сау қоймайтынын білген. Билік қолында тұрған кезде күйеуі Батудың тірі қалған жалғыз інісі деп оған аяушылық етіп, көзін ұқтап жібере екенде өкінген. Ол кезде Алтын Орда билеушісінің Беркенің жоқ болуға күші де айласы да жететін еді. Енді өз басына қауіп туғанда санын бір соғып қыса боп жанталасқан, өш алуға дәрмен жоқ, іш қазандай қайнаған. Ақыры күйеуінің кешегі бір тілектес серігі құлағуға кісі салып, ол келсін деген соң кеше ел жата 10 нөкерімен ордадан қашып шыққан. Осындай жағдайдың болуынан сезікті Берке Барақшын қатынды сыртынан аңдытып қойған. Сол аңдушылардың бірі осы Сәлімгерейге кеп айтқан. Барақшының Иран жолындағы ескі бекет құмбелден асып кеткенін хан қойған алғысшынан естіп, ханға хабар бермеуге жүзбасы лажын таба алмаған. Ашулы Берке енді өзін-өзі ұстай алмай қалды. Кәпір қатын өзінің діндесі құлағуға жетпек екен ғой, деді ол жұқа ернін тістене. Онысы бола қояр ма екен? Жүздігіңді ал да шап, ұстай алсаңдар, өзін ұстай алмасаңдар, басына кел. Жанында тұрған сауық шошып кетті. Ау, ол Сайын хан, Батудың жесірі, сенің жеңген емес пе еді, өлтіруге қалай датың барады? Деді ол Барақшынға ара түспекші болып. Одан да кете берсін, бір қатын не істейді дейсің? Беркенің көзі бұрынғысынан да сығырайып кетті. Жоқ, барады, барғанда қандай, деді Берке. Бүгін оны мен аясам, ертең құлағумен бірігіп алып, ол мені аямайды. Берке қайтадан Сәлімгерейге бұрылды. Бар шап, бұйрықты орында. Жалпақ бет, кейде мүләйімсіген Беркенің ештеңеде шімірікпейтін қаскөй екенін сауық жаңа ұққандай. Бұдан әрі үндемеді. Шағатай мен Мүгедейдің доңыз жылғы 77 әмір бекзада ұрпақтарын өлтіруге Мөңкеге ақыл берген осы Берке екен. Деген ел арасындағы сыбысқа енді сауық та иланғандай болды. Беркенің сұмын жүрек екенін бұрын да білетін қарт, дегенмен де бұл өсекке сенбей келгенді. Ал Берке жұрт мені тек мешіт салғызатын жақсы хан деп қана білмей-ақ қойсын, деді ішінен. Дұрыс деп тапса туған ағасының қатынды өлімге қия алатын қатал хан деп ұқсын. Қорықпағанын қараша сыйламайды деп атамыз Шыңғыс бекер айтпаған. Бұл да керек.
Сол күні түнде жібек орамалға оралған барақшын қатынның басын сәлімгерей емес бөтен бір қанішер нөкері берке ханның алдына әкеп қойды. Мұсылман хан берке тәспісін ап әдейілеп құран оқып басты хан үйіне жататын әдетпен құрметтеп қоюға бұйрық берді. Шыңғыс хан Мауреннахрды жаулап алуын ұлу, яғни 1220 жылының аяғында бітірген. Бұхар мен Самарқандтан бастап моңғолдардың қолына еш қала отырар, сығанақтай қиынға түскен жоқ. Мауреннахрдың тұрғындары демесек, қаланы қорғайтын әскерлері білендей мықты қарсылық көрсете алмады. Бір жерлерде шаһар қорғаушылары көшпенділердің атты әскерлері опасыздық істеді. Ал Самарқанд секілді күресуге мүмкіндігі бар үлкен шаһарларда шейх Ислам қазы тәрізді ел билеп отырған көрнекті адамдары өз еріктерімен моңғолдарға қала есіктерін ашты. Бірақ жеңген шапқыншылар бекзадалардың өз еркімен бас екеніне қарамады. Қалаларды тонады, өртеді, тұрғындарын аямай қырды. Тек моңғолдарға сатылып, олардың жеңуіне көмектескен опасыздар ғана аман қалды. Демек, жау найзасына кеудесін қарсы тосқан бекініс шаһарлар да болды. Әсіресе Ходжент үлкен ерлік көрсетті. Сейхундария, Сырдария, жоғарғы шеніндегі аймақ қалаларды бағындыруға жіберілген моңғол қолы Бенакентті оңай алып, тұрғын жұрттың қаншасы ете тонап Ходжентке келді. Қала әмірі Темірмелік азғантай күшімен моңғолдың қалың қолынан қарсы тұрды. Бекініс қақпасын ашпады. Бұл ең кездерде балуан денелі қырықтарға жаңа келген сұлу мұртты қара торы кісі болатын. Қала қорғанының үстіне шығып алып, өзі бас болып құмырсқадай қаптап келе жатқан моңғол жауынгерлеріне оқ жаудырды. Қабырғаға баспалдақ қойып, жоғары өрмелеген барыс епті моңғолдарды баспалдақ-маспалдағымен жерге құлатты. Үстерінен қазандай тастарды лақтырды. Моңғол әскерлері қорғанға жақын келуге қорықты. Ал Темірмелік моңғолды қыруға қорықпады. Ирандық тарихшы Жувейни Темірмелік осы сондай ер еді. Егер Шахнаманың бас кейіпкері Баһадүр Рүстем осы шақта өмір сүрсе, ол тек бұның арт етушісіне ғана жарар еді деп жазды өзінің атақты тарихи Жаһан Хушай кітабында. Осы Темірмелік қаланы қорғайтын күші қалмағанда жауға өлмей берілмейміз деген мың батыр жігітімен Сейхундарияның екі арнасының ортасындағы аралда тұрған. Бір кезде осы ханы басқарған Даруғашының тас сарайына келіп бекінді. Бұған жау жебесі де қалап қабырғасын бұзатын тас атқыш қарулардан атылған үлкен тастар да жетпеді. Азаланған моңғолдар енді осы тас бекіністі алу үшін отырар Бұхар, Самарқандтан айдап әкелген 50 мың Бұхара жас жігіттер мен 20 мың өзінің әскерін жіберді. 50 мың Бұхара Сейхундарияның оң жақ арнасының үстіне көпір салу үшін бекіністен 3 фарсах жердегі таудан тас тасыды. Моңғол жауынгерлері есірей жігіттерді қанша қамшының астына алып көпірді тез бітіруді ойлағанымен, олар шамалары келгенше жұмысқа кедергі істеп бақты. Сөйтсе де бөгет арнаның орта шеніне жетіп қалды. Бірақ моңғол қолы бекініске кіріп үлгермеді. Моңғолдардың жебелері мен топыраққа мұнай қосылған жандырғыш оқтары да ештеңе істей алмайтын. Үстіне сірке араластырған балшықпен сылаған, дымқыл киізбен жапқан 12 қайық кеме жасап, Темірмелік солармен төнсе бөгеттің біткен жағын быт-шытын шығарып суға ағызады. Ақыры аралды да қорғауға мүмкіндік қалмағанда Темірмелік 70 кеме істетіп соған азық-түліктерін, қару-жарақтарын тиеп қалған жігіттермен төмен қарай ақты. Өзеннің екі жағынан жанаса моңғолдың атты әскері қуып отырды. Олар мұнай аралас оқта, болат ұшты жебе де атты батыр жігіттерді көп ойсыратты. Демек Темірмелік атысақ жолса Жен қаласына жетті. Бұл арада Темірмеліктің аралдағы кемелеріне бару үшін жошының бұйрығы бойынша моңғолдар өгіз терілерінен көрікпен ауа кіргізіп, үлкен қуық істеп, үстіне тақтай салып, жеңіл су бетінде қалқып тұрар көпір жасай бастады. Сол көпір арқылы кемелерге жетпек болды. Бірақ Темірмелік түн ортасында қалған азғантай серіктермен жағаға шықты. Қызылқұмға қашты. Моңғолдар қуып берді. Темірмелік атысы жүріп құмға қарай шегіне берді. Ең соңында жолдастарының бәрі оққа ұшып, ақырында жалғыз қалады. Сонда да Темірмелік берілмеді. Ақырында жараланып, қансырап өлуге таяған батырды 3 моңғол қоршады. Темірмелік топ сексеуілдің түбінде жатып оларға дауыстады. Сендер де үшеусіңдер, ал мен қорамсағымда да 3-ақ оқ қалды. Егер жан керек болса кейін қайтыңдар деді. Өйтпесе. Оққа ұшудан қорққан 3 моңғол кейін шегінді. Темірмелік көп михнатпен құмды даланы кезіп, қалған жебелерімен құс, киік атып жеп,
өлдім талдым дегенде хорезмге жеткен. Бұл кезде моңғол әскері үргенішті қоршап алған. Темір билік осы қаланы әскери басып алып моңғолдармен тағы күрескен. Соңынан хорезмшах мұхаммед пен шахтың тоқалы Тереген қатын үргенішті тастап қашқанда мұхаммедтің баласы Жалелдин екеуі қаланы қорғауда көп ерлік көрсеткен. Бұлардың моңғолдарға бұл жерде де күштері жетпей, темір билік Жалелдин екеуі 200 сарбаздарымен Қарақұмды көктей кезіп Хорасанға өтіп кеткен. Міне осылай сұрапыл қан төгіспен алғаш Ходжентті жошы өзімен бірге еріп жүрген 15 жасар Беркенің еншісіне берген. Берке мен жошының төртінші ұлы Беркежар жошын аманат әйелі. Мұсылман болған Бекрин қызы Ханыкей бегімнің қолында қалған. Ханыкей бегім 2 жасөспірімді осы қаладағы бір үлемнен мұсылманша оқытқан. Екеуі де осы қалада мұсылман дініне кірген. Әкесінің ықылымен Ходжентті тәрбиешісі және өгей шешесі Ханыкей бегімге билеуге қылдырып, өзі жошыға еріп Қыпшақ жеріне жеткен. Баласына Ханыкей бегім әлдеқашан өлген адам. Ходжент Батудың қарамағына көшкен. Берке өзіне жеке ұлы салып, Ақеділ жағасында қалған. Бұл шаһарлар осы тұста діни орталықтар саналатынды. Ал Беркенің ойы ислам дінін алтын орда етіп, сол тудың астына қарамағындағы елді мықтап ұстап тұру еді. Жолдарына да осы мұсылман дінін ту ғып көтеріп қарсы шықпақ. Ал ол туды өзі ұстайды, өзі көкке көтереді. Соңынан барлық әскерін шұбыртып құлаху тәрізді кәпірлерге қарсы діні дабылын өзі қағады, өзі басқарады. Ал орданың қай тұсынан бастап бұл діннің дабылын қағуға болады? Алтын орданың негізгі әскері Қыпшақ, Балғар, Оғыз, Маңғыт, Башқұрт, Алан, Серкесу тәрізді мешіті медресе жоқ көшпенді елдердің мұсылман деген құрады. 5 уақыт намазын да дұрыс оқымайтын ат үстіндегі халық. Оларды дін қорғаны ету қиын. Сонда бар Берке көпшілігі ежелден мұсылман жұрт, мешіт медреселері бар үлем, мұрет, кәрілері өздері Мұхаммед пайғамбардың тікелей үмбеті санайтын Мауреннахр жерінен мұсылман дінін күшейтуге саясатын бастамақ болды. Хал күйлері нашар үлемдерге жәрдем беруді сылтау етіп, Берке енді Бұхарға жүруге дайындалады. Осы шаһарға сапар жасауының тағы бір себебі бар еді. Бұхарды алуға жошы қосындары да қатысқан. Шыңғыс хан осы кезде Бұхардың іскер, ұста тұрғындарын балаларына бөлгенде, жошыға да өз үлесін берген. Қазір алтын ордада жататын осындай 5 мыңдай басыбайлы адамдары бардың. Олар алтын, күміс зергерлері, темір ұсталары, мешіт үй салатын шеберлер еді. Олардың еңбегінен түскен ақша қаражат үнемі алтын орда қазынасына құйылып отырған. Осындай алтын орданың басыбайлы құлдары, шебер, зергер ұсталар Ходжент Бенакентте де бар болған. Бірақ ақырғы кезде Мауреннахрға Шағатай мен Өгедер ұрпақтарын ықпалы белең бастады ма, бұл шаһарлардың алтын орда қазынасына ақша түсіп отырған. Бұхарға әдейілеп сапар шеккісі келгенде Беркенің бір бүйірінде бұл істе бар еді. Не болса да барлық жайды өзі барып білгісі келген. Қолданатын шараны сонан соң көремін дегенің. Берке бір қосынға таяу қолмен ырғалып-жырғалған көшпенен келесі жылы көкек айының аяқ кезінде Бұхарға келеді.